Бүгінде отандық полимер құбырларын өндіретін зауыттардың әлеуеті жоғары. Алайда олардың жүктемесі 50%-дан аспай отыр. Өндірушілер қолдау күтеді. Осы мақсатта КМЖ Петрокем серіктестігі мемлекеттік органдар және нарық қатысушыларымен бірге елдегі ірі инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруда полимерді құбырларды кеңінен қолдану жайын талқылады. Алдағы жылдары еліміздің инженерлік желілерін жаңғырту бағытында 200-ден астам инфрақұрылымдық нысан салу жоспарланған. Бұл жобаларды іске асыруға отандық полимер құбырын өндірушілердің ресурстары жеткілікті. Көшпелі отырыста мемлекеттік сатып алуларда жергілікті өндірушілерге басымдық беру, ұзақ мерзімді келісімшарт жасасу мүмкіндіктері қаралды. Это является мировой практикой, и именно полиэтиленовые трубы. Бұл әлемдік тәжірибе, яғни полиэтилен құбырлар болат пен шойыннан жасалған өнімдерді кеңінен алмастыруда. Себебі бағасы арзан, техникалық қызмет көрсету, құрылыс монтаждау кезінде де қолдану тиімді. Мұнай шикізатын терең өңдеуден алынған пластик құбырлар шойын өнімге қарағанда әлде қайда төзімді, әрі 50 жылға дейін шыдас береді. Елордадағы зауыт жылына 40 миллиард теңгенің дайын өнімін шығаруға қауқарлы. Осындай ірі өндіріс ошақтары Алматы, Орал, Павлодар, Көкшетау қалаларында жұмыс істеп тұр. Бізге не керек? Өздерінің шикізатын одан ары өңдеу керек. Ары қарай дамыту үшін бізге шикізаттың бағасы керек. Өзінде шикізат та керек. Былтыр салынған завод полипропилен сол как раз шикізаттың жағын шешілген жақтан. Енді полиэтиленді шешу керек. Одан кейін ПВХ-ны шешу керек. Сол шикізат шығарылса, бағалар жақсы болса, онда біз конкуренттік немізді пайдаланамыз. Тараптар полимер өнімдерінің қолданыс аясын кеңейту бойынша бірлескен жұмысты жалғастыру жайында уағдаласты. Айта кетейік, КМГ Петрокем Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының 100% еншілес ұйымы. Серіктестік мұнайгаз химиясы саласын дамытуда бірқатар ауқымды жобаны іске асыруда. Рухани Абдрахман, Марат Диханбаев, 24 KZ.